Барлығымыз бір жылдың ішінде 10-18 рет көшеде маньяктың алдынан өтіп кетеді екенбіз. Бұл дәлелденген факт. Біз осы кино или сериал көрсек, ондағы қылмыскерлерді жек көріп жүреміз ғой. Кино біткенше қашан өледі мынау деп. Ал мына кореялық қыз наоборот, кинода адам өлтіргіш маньякты көрсе, соған қызығып, мен де біреуді өлтіріп көрсем ғой деп ойлап жүрген екен. Ақыр соңында не істеді деп ойлайсыздар. Ал мына япониялық жігіт болса, анимелердегі қыздарды жақсы көргені сонша бір мектеп оқушысын ұрлап, одан анимелік қыз жасаймын деп ойлады. Сәлем, сіздермен Диана Кю. Осыдан алдыңғы ролигімде сіздерді әбден күлдірген болсам, ал бұл роликте нағыз псих 2 маньяк туралы айтатын боламын. Дайын бола беріңіздер. Оңтүстік Корея, Пусан қаласы. 22 жасар Чон Ю Джон. Ата-анасы жоқ, тек атасымен ғана тұрады. Күндіз одан тыныш, одан тәртіпті адам жоқ. Үндемей өзімен өзі жүре беретін. Ал түнде болса, маньяктар жайлы киноларды, жаңалықтарды көріп жатқанды жақсы көретін еді. Көбіміз ондай нәрсеге қызыға аламыз. Мысалы, мен басқаларға Poppy Playtime ойынды жақсы көрем. Ондағы ойыншықтарға не болғанын айтып берсем, ойбай, қалай ойнайсың мынаны деп таң қалады. Бірақ біз тек қызық ретінде қараймыз ғой. Ал Ю Джон болса да таво беріліп кеткені сонша, біреудің жанын алып көрсем ғой, сол кезде мен жайлы да жаңалықтарды айтып жүретін еді деп армандай бастады. Арманына жетті. Өйткені бүгінгі роликте біз Ю Джонның жасаған сұмдығы жайлы айтып жатырмыз. 2023 жыл, көктем. Наконец Ю Джон өз ойын іске асырамын деп шешеді. Алдын ала кітаптар оқып, қалай өлі денені жасыру керек екенін үйреніп алды. Полиция мені ұстап алмау үшін не істеймін деп, онда маған мүлде қатысы жоқ, біреуді өлтіруім керек деді. Енді тыңдаңыздар. Кореяда білімге қатты қарайтын білесіздер. Сол үшін арнайы қосымша сабақ өтетін приложение пайда болып, онда мен математика, мен кәріс тілін үйретем дейтін апайлар өте көп. Бір күннің ішінде 50-ден көп апайға хабарласып, менің қызым бар еді, ағылшын тілінен сабақ өте аласыздар ма деп сұрап шыққан екен. Ақыры бір апайға тоқталды. 26 жасар Кей атты қыз. Үйде жалғыз өзі тұратын, сабақты үйінде өтетін апай екен. Ол апайдың соншалықты мейірімді адам болғаны сонша. Ю Джон одан сіз точно үйде бір өзіңіз тұрасыз ба деп сұраса, мән бермеген ғой. Келе беріңіз, бір өзім тұрамын, бізден басқа үйде ешкім болмайды деген. Енді мына видео Ю Джонның мектеп киімін киіп алып апайдың үйіне кетіп бара жатқан кезі. Мектеп форманы арнайы интернеттен сатып алған екен. Енді өзі 22 жасар қыз ғой. Мектепті давно бітіріп қойған. Жас оқушы қызға точно ұқсайын деп даже шашын да қырқып дайындалып алған ғой. Кешкі сағат 5-те ақыры сол апайдың үйіне келеді. Апай бейшара ойында дым жоқ, күліп тұрып, қош келдің жаным, кел үйге кір деп қарсы алған. Мен туалетке барғым келіп тұрды өтірік айтып, үйдің ішін толық көріп шығыпты. Точно басқа ешкім жоқ па деп. Үйдің ішінде шынымен де ешкім жоқ екеніне көзі жетіп, сумкасына тыққан пышақты алып, апайға қарай барады да сразу 100-ден көп рет тығып алады. Кеудесі мен мойнына. Апай басында қарсылық көрсеткен. Бірақ қолынан келмей бейшара. Енді біліп тұрсыздар ғой жалпы енді не болған. Істерін істеп алып, 1 сағаттан кейін сол апайдың киімін киіп алып, Ю Джон сыртқа шығады. Магазинге барып, мусор тастайтын пакет, үй тазалайтын заттар алады. Апайдың үйіне қайттан барып, денесін бөліктерге бөле бастайды да үйіне чемодан әкелуге шығады. Мына камераға түсіп қалған кадрға қарасаңыздар, кәдімгідей қуанып кетіп бара жатыр ғой. Общий 3 мусорный пакетті мусорға тастайды да, оның ішінде не бар? Әрине жаңағы апайымыздың денесі бар. Ал қалған дене бөліктерін жаңағы үйінен алып келген чемоданға салып алады. Общий үйдің бәрін қаннан тазартып шығуға 6 сағат уақыты кетіпті. Еще сол уақыттың ішінде бір үйіне барып, бір қайттан апайдың үйіне келіп жүре берген. Қолындағы чемоданда адамның денесі бар, бірақ жүрісіне қарасаңыздаршы, адам өлтірдім деп тұрған жоқ қой. Ойлаңыздаршы, дәл осы уақытта көшеде именно сіз оның алдынан өтіп кетер едіңіз. Ужас. Енді бәрін тазалап болып, чемоданға қалған дене бөліктерін салып алып, көшеден такси ұстап орманға қарай барады. Таксидегі ағай, әкең сумкаңызды салып берейін ба десе, жоқ, керек емес, өзім салам деп тұрып алыпты. Сумка болса әжептәуір ауыр. Сол кезден бастап таксист ағай подозрение ұстай бастайды ғой. Что-то не то деп орманға келіп, таксиге ақшасын беріп, тағы да сумканы өзім аламын деп үндемей орманның ішіне кіріп кетеді. Ал енді таксист болса, осындай уақытта қандай дені дұрыс адам орманға барады, еще ауыр сумкасынан мені жолатпады ғой деп ойлана бастап, кетпей біраз уақыт тұрады, қазір қайтып келетін шығар деп. Сөйтсе шынымен де арадан 15 минут өткен соң Ю Джон қайтып келеді ғой. Сумкасына мұқият қараса, уже жеңіл болып қалған. Значит, орманда ол точно бірдеңені тастады деп ойлайды. Ю Джон
тағы да сол таксиге отырып мені үйге дейін апарып тастаңызшы дейді. Таксист үйге апарып тастаған соң ақыры полицияға хабарласады. Точно ма жоқ па білмеймін, бірақ бір қыз маған ауыр чемоданмен отырып орманға барып чемоданды босатып келді. Ішінде адамның денесі болған-ау деп ойлаймын дейді. Полиция сразу же Юджонның үйіне барып сол чемоданды тексерсе, ішінде қанның іздері бар екен. Неге чемоданың қан болып тұр деп сұраса, тоба, басқа ештеңе ойына келмеді ма? Мен екіқабат едім, өзім баламды туып, өзім тастап жібердім деген ғой. Бірақ өз үйге түсіріп қараса, ешқандай да екіқабат болғанның белгісі жоқ. Біз орманнан адамның денесін таптық. Не істедің омен деп сұраса, мен апайға шынымен де ағылшын тілін үйренем деп жазылдым. Барсам есігі ашық екен. Үйіне барсам ол уже қан болып жерде өлі жатыр. Ал қасында бір еркек тұр. Ол маған егер ешкімге айтпасаң және апайдың денесін тастап келсең, мен саған тиіспеймін депті. Полициялықтар ой құдай-ай деп, қазір сен өтірік айтып тұрғаның анық көрініп тұр ғой, білесің ба десе, онда былай болды. Сабақ кезінде екеуміз ұрсып қалдық, өзімді қорғаймын деп байқамай өлтіріп қойдым депті. Прям байқамай 100 рет пышақты тығып алады екенді. Басында айтып едім ғой, Юджонның тек атасы ғана бар деп. Ақыры соны полиция шақырады ғой. Өзің сөйлеші, мойындамай жатыр деп. Енді атасының оған не айтқанын білмеймін, бірақ Юджон, мен өзім өлтірдім деп мойындапты. Біз ешқандай да ұрысқан жоқпыз, мен өзім маньяктарға қызығып жүргем, сол үшін оны өлтірдім деп айтыпты. Бір жағынан Юджонның өмірі де оңай емес еді. Ата-анасы жоқ, ешқандай достары жоқ, жұмысы жоқ, бір өзі жүретін қыз еді. Басында оны өлім жазасына кесуді ойластырып жатыр еді, бірақ өмірінің соңына дейін түрмеде отыратын болды. Осындай сүп-сүйкімді қыз адамның жанын ала алады деп кім ойлаған? 2014 жыл, Япония, Осака қаласы. 13 жасар мектеп оқушысы Анна Сайто. Сол күні Анна түстен кейін мектептен шығып кетеді, бірақ сол күйі үйге бармады. Мама-папасы жұмыстан соң үйге кешке келсе, Анна әлі жоқ. Біздің қызымыздың ондай жоқ еді ғой деп сразу іздей бастайды. Почтаға қараса, бір хат тұр екен. Мен демалам деп шештім, мені мазаламаңдар деп жазылып тұрды. Бірақ почтка Аннаныкі емес еді. Вообще-то қызымыздың бұндай жоқ, ол әшейін бұлай жоқ болып кете алмайды деп мама-папасы қорқа бастады. Барлық жерде Аннаны іздей бастады, бірақ ешкім ештеңе таба алмады. Арадан 5 күн өткен соң тағы да почтаға хат келеді. Білем, сіздерді уайымдатып қойдым, бірақ менде бәрі жақсы, мені іздемеңдерші деп жазылып тұрды. Аннаны осы Кабу атты жігіт ұрлап кеткен екен. Әжептәуір бай отбасының баласы. Онша достармен араласа бермейтін тыныш жігіт болған. Көбісі оны анимелерді жақсы көретін жігіт қой деп жүреді екен. Мәссаған демді, күндіз оқуына барып, кәдімгі адам сияқты жүріп, кешкісін үйге келіп Аннамен білген жасаған. Енді ол Аннаны қалай ұрлап кетті десеңіздер, кішкентай қызды ұрлауым керек деп әбден іздеп қарап жүреді да, Аннаның күнде үйге бір өзі қайтатынын байқап қалады. Бір күні үйіне келе жатқан жерінен Аннаға барып, сенің мамаң мен папаң ажырасып жатыр, мен олардың адвокатымын, менімен бірге жүр деп әкетіп қалады. Үйіне әкелген соң, сені мамаң мен папаң тастап кетті, сен оларға керек емессің, мен сені қорғаймын деп құлағына лапша ілені ғой. В общем, оған бейшара Анна сеніп қалады. Дәл солай қаншама жылдар бойы Анна сол жігіттің үйінде өмір сүрді. Далаға вообще шықпады. Шықса сәл-сәл жүріп қайттан үйге кіріп кететін. Бір күні сол жігіт Аннаның күнделігінен мен далаға шыққым келеді деген жазуды көріп, қорқып кетіп, есікті алдыңғыдан да мықты етіп жабылатын да етіп жасап қояды. Ақыр 2015 жылы Анна интернетте отырғанда өзінің объявлениясын көріп қалады ғой. Жоғалып кетті, іздейміз деген жазуды. Сол кезде сонша уақыттан бері оның өтірік алдап келе жатқанын түсініп, үйден қашып кетуді жоспарлай бастайды. Ақыры үйдің есігі ашық тұрғанда қыз қашып кетеді. Қыстың суық күні жақын тұрған станцияға барып, мамасына хабарласып, мамасы болса сразу полицияға хабарласады. Сонымен Анна 2 жыл дегенде папасы мен мамасына қосылады. Ана бала Аннаны ұрып қинамаған ғой, бірақ Аннаның психикасы уже быт-шыт болды да. Кабу Аннаның жоғалып кеткенін түсініп іздеп жүргенінде полиция оны ұстап алады. Сотта не айтты десеңіздерші, мен негізі адам емеспін, мен аруақпын, япон тілін түсінбеймін деген ғой. Негізі оның Аннаны ұрлағандағы мақсаты эксперимент жасағысы келген екен. Адамды ұрлап көріп, оның толықтай өмірге деген ойын, көзқарасын бәрін өзгертемін деп ойлаған екен. Ақыры ол 12 жылға қамалды. Уже 2028 жылы бостандыққа шығады. Аннаның қазір тірі екені анық, бірақ психологиясы қалай болды, ұмыта алды ма бұны белгісіз.
Анна ғой мейлі, миы тыныш болмаса да тірі қалды ғой, бірақ ана бейшара апайды айтсаңыздаршы, жаным ау. Бүгінгі роликтегі оқиғалар жайлы ойыңызды комментарийге жаза кетіңіздер. Видео ұнаған болса әрине лайк басып каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Ал сіздермен болған Диана Кю, келесі роликте кездескенше.